Бізде практика осы тригонометрия тақырыбына қатысты. Көптеген тригонометриялық есептер ол теңдеу және теңсіздік түрінде келеді. Сонымен бастайық. Жүйелі теңсіздік. Үстінде тангенс x кішіне тең 0-ден, косинус x үлкеніне тең түбірасты 3 бөлінген 2-ден. Енді не істейміз? Так, шеңбер сызамыз. Енді тангенсте шеңбердің бір-ақ жайты ғана керек. Бізде плюс, мұнда минус. Таң бір аралық осы аралықта ауысады. Бізде мына шетте есептейміз 0. Тангенс мына жерде 0-ге тең. Енді қараймыз. Және 90 градус пен мына 180 градус 270-те ол шектеліп қалады. Мына 0 деген нүктеден қандай? Тангенсіміз кішіне тең дейді. Кішіне тең деген сөз ол мына минус аралықта жатыр деген сөз. Мына жер бізде минус пи бөлінген 2 деп есептейік. Мына жер 0. Косинус x-іміз қандай болды? Үлкеніне тең түбірасты 3 бөлінген 2-ден. Түбірасты 3 бөлінген 2. Так, плюс аралық мына жақта. Осылай белгілейміз. Мәндерін белгілеп қойық. Түбірасты 3 бөлінген 2-дегі мәні біреу пи бөлінген 6. Так, 30 градус дұрыс, пи бөлінген 6. Және біреуі мына пи бөлінген 6-ны мына жақта белгілесек, минус пи бөлінген 6 деп жазуға болады. Не болмаса жаңағыдай 11 пи бөлінген 6. Екеуі де болады негіз. Енді осы мына нүктеден қандай? Үлкен екен. Үлкен деген сөз ол мына аралықта жатыр. Себебі былай қарай үлкен болып есептелінеді ғой. Мысалы мына аралықты боямыз, не болмаса мына аралықты боямыз деп айтсақ болады. Мына араға дейін бітеді. Екі рет қиылысқан жер мынау 0. Біреу 0, біреу пи бөлінген 6. Минус пи бөлінген 6. Бізде әрқашан былай қарай жазамыз. Былай жазамыз. Мына үсті керек жоқ, енді былай қарай. Не болады сонда? Минус пи бөлінген 6-тан, минус пи бөлінген 6, плюс синустың және косинустың қасына период қосып отырамыз дедік, ол периодтыға 2 пиенді қосамыз. Ал мұнда 0, яғни пидің мән 0 деген мән 0 ғой. Тангенс пен котангенсте, мысалы, басқа мән шықты дегеннің өзінде де не істейміз? Пиенді қосып отырамыз. Плюс пиен болды. Осы сонда бізде осы екеуі дұрыс жауап. Екеуінде де теңі бар екен. Екеуіне де мынандай тік жақша қоямыз. Бізде келесі тригонометриялық теңдеу синус x минус пи бөлінген 4 тең болады 1-ге. Не істейміз? Жақша тұра береді. Синустың бірдегі мәнін аламыз. Жақшаны көшіріп жазамыз. X минус пи бөлінген 4. Көшіріп жаздық. Синустың бірдегі мәнін алатын болсақ, ол нешеге тең болады? Әрине 90 градус. 90 градус дегеніміз ол пи бөлінген 2 плюс 2 пиен. Кейде жоптарда пиен деп беріп қойды. Себебі неге? Өйткені ол дербес жағдай деп есептеледі. Сондықтан пиен. Ширектік бұрыштарда 0 градуста, 90 градуста сондай пиендерді қосып отырады. Ал біз 2 пиенді де қосып жаза беруге болады. X минус пи бөлінген 4 тең болады, пи бөлінген 2 плюс 2 пиен. Не істейміз? X тең болады, мына минус пи бөлінген 4 мұнда плюс өткіземіз. Пи бөлінген 2 плюс пи бөлінген 4. Енді екені ортақ бөлмей, мұнда 2 пиені бар қосымша. Бұның қасында m болғаннан кейін мұналары қосамаймыз. Мынаны ортақ бөлім береміз. 2 пи қосылған пи 3 пиді береді. Бөлімде 4 бар. Плюс 2 пиен. Тең болады x-ға. Уже жауап шықты. 3 пи бөлінген 4 плюс 2 пиен. Бізде келесі x синус 50 градус бөлінген косинус 40 градус деген өрнекті ықшамдаңыз дейді. Яғни ары қарай жалғастырыңыз, соңында бір мән шығады деген сөз. Бұл да кезде не істейміз? Келтіру формуласын осы кезде қолданамыз. Мысалға ана синус 50 градусты келтірейік. Нақты синус 50 градус не деген мәні жоқ қой. Сол үшін келтіреміз. Тек 2-ні жазамыз, көйілген синус. 50-ді қайтып алуға болады. 50 градус дегенде біз 90 градус, азайту 40 градус деп алсақ болады. Енді мұнаны альфа десек, синус 90 минус альфа неге тең болады еді? Шеңбер сызамыз. Так, 90 мына жерде альфа бұнда өтсе, бұнда плюсқа тең болады. Косинуста бұл ширекте плюс. Астында косинус 40 градусты жазамыз. Шеңі өзгермейді. Көйілген 2. Синус 90 градусты өзгереді косинусқа. Және таң басы оң болады. Оңды жазып керек. Уже 2 косинус 40 градус болды. Синус 50 градус дегеннің мәні косинус 40 градусқа тең болады деген. 2-ні жаздық. Астында косинус 40 градустың өзі бар. Енді не болады? Енді мына екеуі қысқарады. Тең болады 2-ге. Бізде 2 жауап болып есептелінеді. Бізде мынандай келесі бір теңдеу берілген. Теңдеу болғанда теңдеу емес, ары қарай жалғастыру керек. Синус 2x тең болады, плюс 1. Осы былай жауаптардың ішінде қайсысына тең деген сияқты. Енді бізде жаңа нәрсені айтуымыз керек. Синус 2x және косинус 2x деген нәрсе бар. Бұлардың да қорыту жолдары бар. Енді оның бәрін
жазатын болсақ ұзақ уақыт алып кетеді. Мұны басқа сабақтарда көрсетеміз. Косинус 2х дегеніміз неге тең болады? Косинус квадрат х минус синус квадрат х. Ал мұнда плюс 1 дегеніміз неге тең болады? Ол 1 дегеніміз ол синус квадрат х қосылған косинус квадрат х. Дәл осылай синус 2х-тің өзінің формуласы бар. Ашқандағы 2 синус х косинус х. Мына формула синус 2х тең болады 2 синус х косинус х-ге. Косинус 2х тең болады косинус квадрат х минус синус квадрат х. Синус квадрат х-ті қайтып жасақ болады, оны 1 минус синус квадрат х деп жасақ болады. 1 минус косинус квадрат х деп жасақ болады. Екеуінің қосындысы 1-ді беретін болса, 1-ден косинус квадрат алсақ, синус квадрат шығады. Дәл сол сияқты 1-ден синус квадрат алсақ, косинус квадрат шығады. Мына синустың орнына біз не жазамыз? 1 минус косинус квадрат жазамыз. Косинус квадрат х минус, минусты қойдық, жақшаның ішінде 1 минус косинус квадрат х-қа тең болады. Тең, енді минус бойынша жазамыз. Косинус квадрат х минус 1, минусқа минусты көзсек, плюс болады. Косинус квадрат х. Тең, косинус квадрат плюс косинус квадрат не береді? 2 косинус квадрат х береді. Минус 1. Косинус 2х тең болады деген 2 косинус квадрат х минус 1-ге. Осыған не болмаса мынаған тең. Дәл сол сияқты мынаған тең. Енді жазайық 1 дегеніміз ол синус квадрат х. Қосылған, мында қосу отыр ғой. Синус 2х оның формуласы 2 синус х косинус х. Және синус квадратқа косинус квадратты қосамыз еще. Осы нәрсеге тең болды. Мынаны аштық 1 дегеніміз мына екеуіне тең болды, мынаған тең болды. Енді қарайық. А квадрат плюс 2аб плюс в квадрат. Неге келді? Қысқаша көбейту формулаларына келді. Бұл дегеніміз синус плюс косинустың, синус х плюс косинус х-тің квадратына тең болады екен. Яғни бізде қысқаша көбейту формулаларына береді. Жауапты осылай беріп қояды. Сөйтеді, мына екеуі тең ба деп сұрайды. Сол кезде сіз мынаны бүйтіп аша алсаңыз, онда нақты жауабын шеше аласыз. Бізде соңғы берілген мысал, ол тангенс x бөлінген 5 тең болады 0 деген теңдеу. Жалпы кітапшада теңдеу мен теңсіздіктер өте көп келеді, әсіресе теңдеулері көп келеді. Тангенс 0 деген мәні нешеге тең ол? Ол пи-ге тең. Уже біз оны білеміз. x бөлінген 5, бізден жазамыз тең болады 0 деген мәні жазамыз пи-н. n тиісті z деген бар. Z деген не ол? Ол n тиісті z деген барлық жерде теңсіздікте, теңдеуде де, косинус, синус бәрінде жүреді. Z деген нақты сандар. N бұл жерде периодтың саны нақты санға тең болады деңіз. X табушы есебіз тең болады, мұнда көйтіліп тұрған, бөлініп тұрған 5-ті мұнда көйтеміз. Тең болады 5 пи-ге. Яғни бұл бізде жауап болып есептелінеді.